Сәлеметсіңдер ме 6 сынып оқушылары? 3-ші тоқсан бойынша, бөлім бойынша жиынтық бағалау 3-ші нұсқасын талдайтын боламыз. Барлығы 4 тапсырма, видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші тапсырмада b-ның қандай мәнінде 2x азайтылған 14 тең 20 және 3x қосылған 3b тең 60 теңдеулері мәндес болады дейді. Бірінші балалар, бірінші берілген теңдеуді шығарып аламыз. 2x азайтылған 14 тең 20, 14 теңдіктің оң жағына плюс болып өтеді. Сонда 2x тең 34 болады. x тең 34-ті 2-ге бөлеміз. x-тің мәні 17-ге тең болады. Енді 17-ні біз b-ның орнына қоямыз. Яғни 17-ні x-тің орнына қоямыз. Сонда 3 көбейтілген 17 қосылған 3b тең 60 болады. 3b тең 60-тан 51-ді азайтамыз. Сонда 9 шығады. Енді 9-ды 3-ке бөлеміз. Сонда b-ның мәні 3 болып тұр, балалар. Бұл жерде біздің теңдеуіміз мәндес болып тұр. Жауабы бізде нақты сан шықты, 3-ке тең болып тұр. Сол себептен берілген теңдеу мәндес теңдеу болып тұр, балалар. Бірінші есепте бұл. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Бірінші, екінші, төртінші нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер болады, балалар. Каналда бар. Келесі екінші тапсырмада бізде теңдеу берілген. Теңдеуді шешіңіз дейді. Ең алдымен теңдеуде жақшадан құтылып аламыз. Жақшаның алдындағы сандарға көбейту арқылы. Сонда 10x қосылған 15 азайтылған 4x азайтылған 4 тең 35 болады. 6x тең 35-тен 11-ді азайтамыз. Сонда 24 шығады. X-ті табу үшін 24-ті 6-ға бөлеміз. Сонда x-тің мәні 4-ке тең болып тұр. Жауабы 4-ке тең деп жазып қойыңыздар. Келесі бізде 3-ші тапсырмада теңдеу берілген, модульге байланысты теңдеулер берілген. А және Б тапсырмасы жеке-жеке орындап алайық. Алдымен А-ны орындаймыз. Ең алдымен модульді жазып алайық. X қосылған 6 тең 2 теңдіктің оң жағына бөлу болып өтеді, көбейту болып тұрғандықтан. Сонда x қосу 6 тең 15 болады. Біз оны x қосу 6 тең минус 15 деп 2 теңде құрып аламыз. Сонда x тең 15-тен 6-ны азайтамыз. X-тің мәні 9-ға тең. Екінші теңдеуімізде минус 15-тен азайтамыз минус 6-ны. Сонда минус пен минус плюс болып кетеді. 21 болады. Қосқан кезде үлкен санның таңбасы қойылады. Сонымен x тең минус 21 болады. Жауабы 9 және минус 21 болып тұр екен, балалар. Келесі Б тапсырмасында да бізде теңдеу берілген модульге байланысты. Модульдің ішінде 4x азайтылған 7 қосылған 6 тең минус 11 дейді, балалар. Енді осы теңдеуді орындайық. Плюс 6-мыз бізде. Плюс 6-мыз теңдіктің оң жағына минус 6 болып өтеді. Сонда 4x азайтылған 7 модульдің ішінде тең минус 11-ден азайтамыз минус 6-ны. Сонда x бізде минус пен минус плюс болып кетеді. Екеуі қосылады, үлкен санның таңбасы қойылады. Сонда 17 минус 17-ге тең болып тұр. Ал бізде модульдің қасиеті бойынша теңдік теріс таңба шықпау керек. Сол себепті шешімі жоқ деп жазып қоясыздар. Келесі 4-ші тапсырмада теңдеу құру арқылы шығарыңыз дейді. Катер өзен ағысымен жүзіп 4 сағатта қандай қашықтыққа барса, ағысқа қарсы жүзіп 5 сағатта сондай қашықтыққа барады дейді. Өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат, катер неше километр қашықтыққа жүзді дейді, балалар. Өзен ағысымен бізде 4 сағат, ағысқа қарсы 5 сағат, өзен ағысының жылдамдығы 3 км сағат табуымыз керек. S жүрілген жолды, S тең бізде өзен ағысымен ағысқа қарсыны бір-біріне қосып аламыз. Сөйтіп, орнына қойсақ, меншікті жылдамдықты пайдалану арқылы ағысымен дейтін болса бізде қосылады, ағысқа қарсы дейтін болса азайтылады. Меншікті жылдамдықты біз x деп алайық. Сонда x қосылған 3 көбейтілген 4 тең x азайтылған 3 көбейтілген 5 болады. Енді 4x қосылған 12 тең 5x азайтылған 15 болады. X-терді бір жаққа жинаймыз. 4x азайтылған 5x тең минус 15 азайтылған минус 12 болады. Сонда минус x тең минус 27 болады, балалар. Енді x тең 27 деп аламыз. X-тің мәні 27-ге тең болып тұр. Бұл бізде меншікті жылдамдықтың мәні. Енді осы x-тің мәнін біз орнына қою арқылы біз қазір жүрілген жолды тауып аламыз. Яғни S-тің мәнін тауып аламыз. S тең өзен ағысымен бірге, өзен ағысына қарама-қарсы екеуін бір-біріне қосамыз. Сонда 27 қосылған 3 көбейтілген 4 қосылған 27 азайтылған 3 көбейтілген 5 тең 120 км, қосылған 120 км. Жауабы 240 км шығады екен, балалар.
балалар осымен бізге берілген есепті шығарып аяқтадық. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Ұнаған болса лайк басып каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.